Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, ва аля алихи ва сахбихи ва ман вала, амма ба'д. Рамазан айының 12-ші күні алдыңғы сабақта Рамазан айында әйелмен қосылу мәселелерін талқылаған болатынбыз, және сол сабақта 8 мәселе өткен болатынбыз. Бүгін сол сабақтың жалғасы. Келесі 9-шы мәселе. 9-шы мәселе кіріспестен бұрын тағы да хадисті кері қайталап жіберетін болсақ, есімізде жақсы қалу үшін, ол хадис Бухари және Муслимде келеді. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, бір күні пайғамбарымыздың қасында саллаллаху алейхи сахабалар болып отырғанда бір кісі келіп, я Расулалла, мен құрдым деді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи одан сұрады, не болды саған, тыныш па, не болып қалды дегенде, ол сахаба, я Расулалла, мен ораза ұстап жүріп Рамазан айында әйелімен қосылып қойдым дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған, сен босататын бір құл таба аласың ба деп айтты. Сол кезде ол сахаба жоқ деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, онда сен 60 күн ораза ұстай аласың ба деді. Сол кезде ол жоқ деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ондай болмаса онда 60 мискін тамақтандыра аласың ба деп сұрағанда, ол сахаба жоқ деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үндемей қалып, сәл күтіп, содан біраз уақыттан кейін бір кісі келіп пайғамбарымыздың алдына саллаллаху алейхи вассалам садақаның құрмасын алып келеді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам банағы сұрақ қоюшы қайда деп сұрайды. Сол кезде ана сахаба мен деп айтады, құрманы алда, соны садақа кісілерге садақа қылып бер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам банағы әйелмен қосылып қойған кісіге айтады. Сол кезде банағы кісі таң қалып, я Расулалла, меннен кедей кісі кеме дейді. Валлахи, мына осы Мадина қаласында, екі қаратастың ортасында, яғни Мадина қаласының шекарасының ішінде, яғни меннен де кедей адам жоқ дейді, субханалла. Кімге беремін дейді мынаны. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күліп жіберіп, осыны барда үйіңе, отбасыңа, жанұяңа бер деп айтты. Хадисі Бухари мен Муслим риуаят қылған. Сонымен бауырлар, бұл хадистен тағы да шығатын мәселелер бауырлар. 9-шы мәселе бүгінгі өтетін, адам баласы егерде әйелмен үзірі болмай тұрып, ораза уәжіп болып тұрып, қосылып қойып, кейін үзірлі болып кететін болса, ол кісінің мойнында кафара өтеу керек болады. Яғни мысалы үшін ораза ұстап жүрген кісі ешқандай ауыз ашуға үзірі жоқ болған, әйелімен қосылып қойды да кейін сапарға шығып кеткен болса, әлде әбетте әйелімен қосылып қойды да түс қайта ауырып қалған болса, ол кісінің мойнынан кафара түспейді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам банағы сахабадан сұраған жоқ қой, сенің әбеттен кейін сапарға шығатын ойың жоқ па, әлде ауырып қалмайсың ба деген сияқты бір сұраған жоқ қой, дұрыс па? Егер де сұраудан кейін үкім өзгеретін болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам міндетті түрде сұрау керек еді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұраған жоқ. Демек, кім әйелмен қосылып қойып, кейін үзірлі болып кетсе, сапарға шығып кететін болса, мойнынан кафара түспейді. Бұл 9-шы мәселе бауырлар. 10-шы мәселе бауырлар, егер де адам түнде бойлап әйелмен қосылып, бірақ күндіз болып шығатын болса, сол кезде кафара бар ма, жоқ па дейтін болсақ, дұрысы ол кісінің мойнында кафара жоқ болады, бірақ оразасы бұзылып кетеді ол кісінің. Яғни мысалы бір кісі мағриб кірді деп ойлап, сағатты қарайды, мен сағат 7 болды, альхамдулилля болды, енді ауыз аша беруге болады деп әйелмен қосылып қоятын болса, қосылып болғаннан кейін сағатты қарайтын болса, сағат қате екен, мысалшы уақыт әлі, мағрибтің уақыты әлі кірмеген екен, сол кезде не болады дейтін болса, ол кісінің оразасы бұзылып кетеді, бірақ ол кісінің мойнында кафара жоқ. Сол сияқты таң намазында бауырлар, бір кісі сағатты қарайды, сағат әлі 4:30, уақыт негізінде 5 келеді, фажр 5 келеді. Әйелмен қосылатын болса, кейін қосылып болғаннан кейін сағатты дұрыстап қарайтын болса, сағат негізі тұрып қалған екен. Сағат қате жасамайтын сағат екен, тұрып қалған екен, сағат 5:30 болып кеткен екен. Яғни азаннан кейін қосылып тұр ғой, субханалла. Ондай болатын болса, ол кісінің оразасы бұзылып кетеді, бірақ кешке дейін ораза ұстау керек болады, ол күннің оразасы саналмайды, бірақ ол кісінің мойнында кафара жоқ, тек қана ораза бұзылады. Бұл бауырлар 10-шы мәселе. 11-ші мәселе бауырлар, егер де қосылып жатырған уақытта азан шақырып қалатын болса, яғни мысалы таңертең азан сағат 5-те екен, бұл кісі сағат мысалшы қарайды, сағатты қарайды, сағат 4:50, 10 минутте мысалшы үлгереміз деп ойлап әйелмен қосылады. Қосылып жатырған уақытта азан шақырып кететін болса, не болады деген мәселе. Ол кезде ол адамға бірден тұрып кету керек болады. Егер де бір қимыл істейтін болса, одан кейін біліп тұр, бір қимыл, бір қадам істейтін болса, болды, ол кісінің оразасы бұзылып, және ол кісінің мойнында кафара уәжіп болады. Бұл мәселе жалпы ғалымдарда ихтилаф жоқ. Яғни мысалы қосылып жатыр, азан шақырып қалды. Әлде сағаттың будильнигі, азанның уақыты азан шақырып қалды мысалы.
бірден тұрып кету керек. Бір қимыл істеп қалам ары қарай болды, оразасы бұзылып кетті және кафара өтеу керек болады. Бірақ егерде бірден тұрып кететін болса, ол кісінің мойнында кафара бар ма жоқ па дейтін болса, ол кісінің мойнында дұрысы кафара жоқ. Яғни кейбір ғалымдар кафара уәжіп дейді, Хамбали мазхабы сияқты. Неге? Өйткені адам баласы қосылғанда кіргізіп шығарса да екеуіне де рахат сезеді дейді. Сондықтан бұл уақытта тіпті шығарып қалса да болды, ойында кафара бар дейді. Дұрысы, ол кісінің мойнында кафара жоқ, бірақ сол күннің оразасын өтеп алған жақсы. Егерде әйелмен қосылып отырған кезде азан шақырып кеткен болса. Бірақ бауырлар, ол кісі сол бойда тез тұрып кету керек дедік, дұрыс па? Бірақ сол кезде ары қарай бір қадам істеп қалатын болса, болды. Ол кісінің мойнында еш күмәнсіз, ихтилафсыз кафара уәжіп болады. Бұл бауырлар 11-ші мәселе. 12-ші мәселе бауырлар, егер Рамазан айының қазасын өтеп жатырып, әйелмен қосылып қойған болса, Рамазан айында емес. Яғни мысалшы Рамазан айында ораза ұстамаған күндер болған екен, ауру себеппен, сафар себебімен деген сияқты. Енді Рамазан біткеннен кейін Шәуәл айында ол қазасын өтеп жатыр. Сол қазасын өтеп жатырған уақытында әйелмен қосылып қоятын болса, не болады дейтін болса, ол кісінің оразасы бұзылып кетеді, бірақ кафара жоқ. Кафара ол тек қана Рамазан айына қатысты. Рамазанның айының құрметіне. Сол күні тамақ ішуге болмайды, сол күні адам баласы әйеліне жолауға болмайды деген сондай құрметті күн болғандықтан ол Рамазан айында қосылып қоятын болса кафара болады. Бірақ Рамазаннан тыс уақыттар болатын болса, қазасы өтеп жатырған уақытта ол кісінің оразасы бұзылғанмен, бірақ кафара оған уәжіп болмайды. Бұл бауырлар 12-ші мәселе. 13-ші мәселе бауырлар, еркек әйел адам бұл жерде айырмашылық жоқ. Егерде екеуінің қайсысы қалап қосылған болса, сол кісінің оразасы бұзылып, кафара оған уәжіп болады. Яғни ер адам әйелмен қосылатын болса, қалауымен есіне түсіп тұрып, ол кісінің оразасы бұзылады, кафара уәжіп болады. Және сол сияқты әйелде қарсы болмайтын болса, кетәрі болмаса, яғни ол әйел адамның да оразасы бұзылып, кафара ол әйел адамға уәжіп болады. Әйел адам ол кезде қарсы болу керек. Яғни бөтен еркек ол әйелмен қосылғысы келетін болса, ол әйел адам не істеледі? Сондай қатты қарсы болу керек ол күні. Бірақ әйел адам қалап, ешқандай қарсы болмай қосылатын болса, ол әйел адамның мойнында кафара уәжіп болады. Бұл 13-ші мәселе бауырлар. Енді бауырлар, кешеден бері қайта-қайта кафара деп айтып жатырмын. Кафара дегеніміз не дейтін болсақ, талқылама тоқталып кетейік сол кафара мәселесіне. Алдыңғы сабақта кафараны шет жағасын былай айтқан едім, бірақ осы сабақта кішкене талқылап, тағы да кіріп кетейік. Кафара дегеніміз бауырлар, бана хадисте келген, құл босату ең біріншісі. Ең біріншісі құл босату. Егерде адамның құлы болатын болса, құлды босатпайынша мойнынан кафара түспейді. Ал егерде құлы жоқ болатын болса, әлде құл алуға шамасы болмайтын болса, әлде сол қалада құл сатылмайтын болса, әлде сондай заман болатын болса, мүлдем құл жоқ болатындай қазір біздің заманымыз сияқты, ол кезде екіншісіне көшеді бауырлар. Ол екіншісі 2 ай үзбей ораза ұстау. 2 ай үзбей ораза ұстау. 2 ай дегеніміз бауырлар хижри ай. Яғни мысалшы Раджаб пен Шабанда ораза ұстайтын болса, әлде Рабиул әуел мен Рабиул сәниде ораза ұстайтын болса, әлде Мухаррам мен Сафар айын ораза ұстайтын болса деген сияқты. Ол 60 күн болуы мүмкін, әлде 59 күн болуы мүмкін. Бірақ егер адам айды танымайтын болса, түсінбейтін болса, қалай ұстаймын дейтін болса, оны 60 күн ораза ұстайды, болды. Альхамдулилля, мойнынан кафара түседі. Яғни санап жүріп 60 күн ұстайтын болса. Және бауырлар, бұл 60 күні бауырлар үзбей ұстау керек. Егерде адам баласы шыдалмай бір күні ашып қоятын болса, бүкіл ұстағаны бәрі бұзылып, кері басынан бастау керек болады. Яғни бір кісі 50 күн ораза ұстап, 50-ші күні шыдалмай ауыз ашып қоятын болса, үйге қонақ келіп, әлде сондай шаршап, қиналып, бір сондай ауыз ашып қоятын болса, бүкіл 50 күн ұстаған оразасын бәрі болды, бұзылып кетті. Кері басынан бастап қайтып 60 күн санап ұстау керек болады. Сондықтан хадисте келгендей 60 күн үзбей ораза ұстай аласың ба дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни үзбей ұстау керек. Андай болмайды ма, осы айда 10 күн ұстады, келесі айда бір 20 күн ұстады, оның ар жағына тағы бір 15 күн ұстады, сөйтіп бөліп жоқ болмайды. Bir күн бұзылып кетті ме, болды. Оразасы бұзылып кетті, басынан бастау керек болады. 60 күн бауырлар үзбей болу керек. Бұл бауырлар екіншісі ораза ұстау. Егерде ораза ұстауға шамасы келмейтін болса, үзірлік болатын болса, қарт болған болса, әлде тағы сондай болатын болса, ол кезде үшіншісіне көшеді. Ол не? 60 мискінді тамақтандыру. Егерде ол кісі ораза ұстай алатындай болып, бірақ 60 мискін тамақтандырып жүретін болса, 60 мискін бергені, тамақ бергені саналмайды. Осы тәртіппен болу керек міндетті түрде.
Құл босату оған жағдай жетпесе, ораза ұстау оған шамасы келмесе, міскін тамақтандыру. Ал егер шамасы келетін болса, ораза ұстауға қаншама 60 болсын, 60-тан көп болсын, 6000 болсын, міскін тамақтандырсаң да мойнан түспейді кафара. Сондықтан осы тәртіппен болу керек. Соның үшіншісі болар 60 міскінді тамақтандыру болар. 60 міскін тамақтандыру. Міскін дегеніміз не болар? Міскін деген табатын ақшасы керек ақшасына жетпейді. Яғни бір кісі бар, оның әйелі бар, 4-5 баласы бар. Ол кісі мысалы 100 000 теңгеге үй жалдайды, және комуслуга мысалы бір 30 000 теңге, және тамақ анау-мынау бәрін қосқанда айына оған 250 000 теңге керек екен мысалы. Бірақ табатын айлығы 200 000 теңге. Керек ақша 250 000, бірақ табатын ақшасы қанша? 200 000. Ол кісі міскін болып есептеледі. Міскін дегеніміз, яғни ол табатын ақшасы керек ақшасына жетпейтін кісі. Сондай 60 міскінге беру керек. Бір 10 шақты міскінге бәрін беріп тастайтын болса саналмайды. 60 міскін санап жүріп іздеу керек болады. Яғни Берік, Серік, Қайрат, Нұрлан, Ерсайын, Жұмағали деп 60 міскінді сөйтіп тамақтандыру керек болады. Және не тамақтандырамын дейтін болса, ол кезде тұрғылықты адамдардың жейтін, ұзаққа шыдайтын тамақ болу керек дейді. Ұзаққа шыдайды деген әшкей вермешелдер емес, жоқ, дәнек, әлде тұқым сияқты сондай тамақ болу керек. Яғни күріш болу керек, ол гречка болу керек, ұн болса болады, яғни сондай тамақтар болу керек. Дәнектер, сондай зерно, семена болу керек, тамақ жейтін сондай. Және адамдардың сол қалада жейтін тамағы, горячий қылып жейтін тамағы болу керек. Оны ғалымдар мысалы дейді, күріш дейді көбінесе, біздің заманымызда күріш, әлде гречка деген сондай тамақ. Кейбір ғалымдар Шейх Абдулазиз ибн Баз сияқты, олар яғни 60 кісіні шақырып тамақтандырып жіберсең болады дейді. 60 кісіні шақырып бір ресторан отырғасына бәрін тойдырып жібересің, альхамдулилля мойнан түседі. Әлде бір отбасы болатын болса, үйінде мысалы әкесі, баласы, қызы, әйелі, әкесі, шешесі, сондай бәрін қосқанда 10 кісі болатын болса, соларға тамақтандырып жіберетін болса, болды, 10 кісі мойнан түсті. Яғни сондай 60 кісіні санап тұрып іздеп тамақтандыру керек болады. Тамақтандырып тойдыру керек болады. Ал тамақтандырмай былай таратып берем дейтін болса, онда банағы айтқан тамақтан әрбір кісіге жарты соа мөлшерде тамақ беру керек. Жарты соа дегеніміз ол шамамен 1 килограмм 250 грамм. Бұл қай кісі бауырлар егер ораза ұстай алмайтын болса. Ал егер ораза ұстай алатын болса, 60 күн ораза ұстай алатын кісі болатын болса, онда оған міскіндерді тамақтандыруға болмайды. Тіпті тамақтандырса да мойнан кафара түспейді бауырлар. Бұл бауырлар үшінші дәреже, үшінші кезең. Бірінші дәреже ол құл босату, оған шамасы келмесе 60 күн ораза ұстау, оған шама келмейтін болса 60 міскін тамақтандыру. Ал егерде 60 міскінге тамақтандыратын ақшасы жетпейтін болса, кедей кісі болатын болса, онда мойнан мүлдем түсіп қалады кафара. Яғни мысалы кедей кісі шыдай алмай әйелмен қосылып қойды. Оған құл босат дейміз. Жоқ, құл босататын жоқ мысалы. Онда 60 күн ораза ұста дейміз. Ол ораза ұстай алмайтын кісі болуы мүмкін. Яғни сондай хронический аурат, асқазан операция жасаған, ораза ұстай алмайтын мысалы. Онда оған 60 міскінді тамақтандыр дейміз. Бірақ ол өзі кедей, өзі мұқтаж мысалы. Ақшасы жоқ. Онда мойнан кафара түсті. Кейін ертең бай болып кетсе де, оның мойнында кафара болмайды. Яғни мойнан қазірде кейінге де түсіп қалады. Сондай Рамазан айының кафарасы ол сондай түсіп қалады. Ал одан басқа кафара, қажылықтың кафарасы, фидиясы, әлде ант берудің мысалы фидиясы, олар түспейді. Рамазандікі сондай түсіп қалады. Неге? Өйткені бұл хадисте қарайтын болсаңдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам банағы кедей сахабаға атаимху ахлак дейді, осыны бар жанұяңа, отбасыңа бер дейді. Кейін ертең бай болғаннан кейін соны өте мойнын түспейді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған айтқан жоқ. Сондықтан кімде-кім жағдайы жоқ болып кедей кісі болатын болса, ораза ұстай алмайтын болса, құл жоқ болатын болса, мойнан кафара мүлдем түсіп қалады. Бұл бауырлар кафара мәселесі. Енді соңынан бір екі мәселе бауырлар өтіп кететін, сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Егерде адам баласы күніне 2 рет қосылып қоятын болса, не болады? Яғни бүгін обедте бір қосылды, кейін түс қайта қосылып қойған болса, не болады дейтін болса, ол кісінің мойнында бір кафара ғана болады. Бір күннің ішіне қаншама қосылса да бір кафара ғана болады. Бұл мәселе жалпы ғалымдар арасында ешқандай ихтилаф жоқ. Ал егер екінші күні тағы қосылған болса, яғни 2 рет қосылды, бірақ екеуі екі бөлек күнде болатын болса, онда әр күнге өзіне бір кафара. Яғни мысалы Рамазанның 11-ші күні әйелмен қосылып қойған болса, және Рамазанның 12-ші күні қосылып қойған болса, және Рамазанның 13-ші күні әйелмен қосылып қойған болса, онда мойнында 3 кафара болады. 3 құл босату керек болады. Енді 3 құл жоқ болатын болса,
63 күн өтеміз, қанша болады? 60 қосу 60-20, тағы 60-80 күн ораза ұстау керек болады. Үзбестен әрбір күнге өзіне 60 күннен, яғни ораза ұстау керек болады. Одан сайын басына қиын тілеп алған болады. Сондықтан әр күнге бауырлар бөлек өзінше кафара. Бірақ бір күннің ішіне қайта-қайта қосылатын болса, онда тек қана бір кафара болады. Осымен бауырлар, бүгінгі сабақ бітті. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.